Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге мен Аружан Тока, және де бүгін бізде менің үйіме рум-тур болады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын, ал ендеше біз бастаймыз. Егер сіздер білмейтін болсаңыздар, мен жаңа үйге көшкен болатынмын. Ол үй бізде жаңа жылдық атмосферада соғылған. Ендеше тезірек бастайық. Ең алдымен де үйімнің кіреберіс жерінен бастайын деп шештім. Яғни мынау кіретін есігі. Бізде осындай полкада гүл, және де осындай бірдеңе, атын білмеймін. Кіргеннен кейін бізде менің тұратын жерім, ана жақта менің көршілерім. Бірақ ол жерде әлі ешкім тұрмайды. Мына жерде жоғарыда бізде осындай әдемі гирлянда. Және де мына жерде осындай жаңа жылдық жарық. Мынау да тура сондай жаңа жылдық жарық. Және де мында менде гүл. Сосын мынау бізде почта, яғни менің почтам. Бұл жерде маған хаттар деген сондай нәрселер келеді. Астыға қарай түссек, бізде лавочка десем де болады. Және де мұнда жастық тұр. Мынандай свеча. Сосын мынандай жаңа жылдық украшение десем де болады, яғни жарық. Сосын мынандай үлкен әдемі қызыл гүл. Мынау менің итім, яғни күшігім. Бірақ оның есімін әлі ойлап тапқан жоқпын. Ал келесі бізде мынандай домалақ бірдеңе, атын білмейді екен, кешіріңіздер. Ал енді менің үйіме кірейік. Кірген кезде бізді осындай авокадо түріндегі орындық кездестіреді. Мынандай менде тотықұс, және де осындай әдемі кілем. Жаңа жылдық осындай крампет, мынандай стол. Мұнда бізде осындай кофе жасайтын аппарат. Сосын мынандай менің бокалым. Осындай лампа, және де мынандай гүл, салфетка. Келесі бізде мынандай нәрсе, бұл жерде бізде кілт. Келесі бізде кухня, яғни осы барлық аймақ бізде ол кухняға жатады. Мына жерде менің мысығымның жататын орны. Және де мына жерде кішігірім елка. Менде әлі үйде үлкен елка бар, яғни бұл екінші елка. Осындай ойыншық, осындай кухонный гарнитур дейді. Бізде мынандай гүл тұр, осындай жарық. Мына жерде бізде айна, және оның төбесінде бізде сүлгілер және суреттер тұр. Келесі мына жерде бізде менің қазаным. Сосын бізде мынандай полкалар. Бұл жерде кухняға керек заттар, түсінікті деп ойлаймын. Келесі бөлме ол бізде ванна. Мына жерде менің ваннам осындай, және де мына жерде сүлгілер, осындай бетке жағатын маска, осындай елка, және де мына жерде менің жануарларымның лотогы. Сосын бізде әрине де унитаз, осындай, және де оның қасындағы осындай әдемі гүл. Сосын бізде осындай раковина и мынандай полка. Бұл жерде менде тіс жуатын паста, және де щеткалар тұр. Және де менде осында қарапайым айна. Сосын бізде тағы да полка бар. Бұл жерде гүл. Сосын менің тіс жууға арналған заттарым, және де осындай розовый крем. Және де мындай бетке күтім жасайтын крем. Және де сосын бізде осындай лианы. Мына жерде полкалар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай. Мына жерде менде бас жуатын заттар. Осындай крем, скраб. Мына жерде терезенің алдында бізде осындай гүл, антисептик, және де осындай шамдар. Осындай сурет әдемі. Осымен ванна аяқталады. Ал келесі бөлме ол бізде менің, яғни главный бөлмем десем де болады. Алдымен осы залға сіздерге обзор түсіріп кетейін. Кірген кезде, яғни кірмей тұрып, бізде осындай кактус тұрады әдемі. Және де оның қасында осындай әдемі жарық. Келесі бізде осындай әдемі, яғни осындай, пузырлар шығаратын нәрсе. Сосын бізде осындай үлкен елка. Маған қатты ұнайды. Келесі елкадан кейін бізде осында менің кішігірім диваным. Бұл жерде мен отырамын, және де сіздерге видеолар түсіремін. Мына жерде кішігірім стол, және де бұнда бізде печенье, және де осындай коктейль. Мына диванда менде осындай әдемі ойыншық. Сосын мынандай жастық.
Сосын бізде менің қоянымның жататын жері. Егер сіздер білмесеңіздер, менің осындай әдемі қояным бар. Обогреватель десем де болады. Одан кейін бізде құлпынайдың түріндегі жастық. Және де осындай лампа. Және де осындай бір ойыншық. Ал келесі бізде бұл телевизор. Ал телевизордың үстінде бізде осындай дискалар түрлі. Осындай свет. Мына жерде бізде осындай домалақ, атын білмеймін, достар, кешіріңіздер. Сосын мына жерде бізде пульт, және де осындай гүл. Және де мұнда бізде әдемі кілем. Тура кухнядағыдай. Ал келесі бізде ол менің спальням. Мынандай бізде баспалдақ бар, яғни лестница. Бұл жерде менің телефоным тұр, бірақ неге екенін білмеймін. Осында қалдырып кеткен болатынмын. Бізде осындай газет, кейін көтерілгенде бізде осындай менің камерам. Сосын бізде осындай әдемі кішкентай елка. Яғни елка түріндегі ойыншық десем де болады. Сосын бізде менің киімдер тұратын жерім. Бұл жерде менің түрлі әдемі киімдерім бар. Олардың барлығы жаңа жылдық. Бізде осындай ободок, және де менің түрлі әдемі киімдерім. Ал төбеде бізде осындай гүл, және де осындай украшения. Мына вешалкалардың төбесінде бізде осындай суреттер, және де заметкалар. Сосын бұл жерде біздің елкамыздың басы көрініп тұр, бірақ ештеңе етпейді. Келесі бізде осындай кішкентай суреттер, өзім жабыстырған болатынмын. Және де осындай әдемі жұлдызшалар. Және де бұл жерде жұмсақ ойыншықтар бар. Осындай кровать. Төбеде осындай полка. Бұл жерде менің түрлі декоративті заттарым. Мына жерде көріп тұрғандарыңыздай фотоаппарат. Сосын менің кошелегім. Және де осындай статуя, фигура. Сосын бізде осындай вазалар, және де будильник. Ал мына жерде бізде осындай тоже украшениялар. Мына жерде бізде осындай әдемі гүлдер, және де жарық. Ал достар, осымен менің рум-турым аяқталды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.